Филаментті шам дегенде естуіңіз бар ма? Бәлкім естіген шығарсыз, бірақ бұл шамдардың қалай жасалатынын көзбен көрген жоқсыз. Армысыздар ағайын, эфирде инвестиция және даму бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Думан Мұхаммедқали. Бағдарламаның бүгінгі шығарылымында филамент шамдардың өндірісімен танысатын боламыз. Электр қуатын үнемдеу үшін жарық диодты технологияны барынша жетілдіру бүгінгі таңда қызу қарқын алған. Себебі мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 100 нақты қадам ұлт жоспарында мойындалған халықаралық энергосервис шарттар арқылы энерго үнемдеу саласына стратегиялық инвесторлар тарту туралы үкіметке тапсырма берген. Олардың негізгі міндеті жеке шығындарды өтей отырып энерго үнемдеу саласында кешенді қызмет көрсету. Қазіргі таңда энерго үнемдеу және энерго тиімділікті арттыру саясатын арттыру бағытында жұмыс атқарып келе жатыр. Осы бағытта елбасы тарапынан және біздің Қазақстан Республикасының 20 жылға дейінгі арналған стратегиялық жоспарында жалпы ішкі өнімнің энерго сиымдылығын 25%-ға 20 жылға дейін азайту көзделіп отыр. Бұдан басқа өздеріңізге белгілі біздің қазіргі үлкен мақсатымыз осы 30 дамыған ел арасына кіру тұжырымдамасында да энерго тиімділік саласында міндеттер бар. Ол жаңағы айтып өткен жалпы ішкі өнімнің энерго сиымдылығын 2 есе азайту болып көзделеді. Мемлекеттің көздеген мақсаты бойынша энерго үнемдегіш шамдар қазіргі қоғамға дендеп енген дәстүрлі лампаларды қолданыстан ығыстыруы шарт. Міне осы тарапта Астана қаласында LED System Media атты жарық диод зауыты электр қуатын бірнеше есеге үнемдейтін филамент шамдар шығаруда. У них 3 отличительных способности. Первое – это срок службы. Олардың дәстүрлі шамдардан 3 артықшылығы бар. Біріншіден, филаментті шамдардың қызмет ету мерзімі ұзақ. Ал екіншіден, электр қуатын үнемдейді. Ал үшіншіден, олар төмен вольтты аспап болғандықтан әлде қайда қауіпсіз. Сондай-ақ, айта кетейін, өнеркәсіптің қуаттылығы айына 1 миллион жарық диод өнімдерін шығарады. Енді филамент шамдардың құрылымын қалай жасалып шығатындығы турасында баян етсек. Ең бірінші кезең филамент шамдардың тоқ беруші аяқтарға дәнекерлеу сатысы деп аталады. Мұнда аяқшаны балқытып, оған сым орнату процесс жүреді. Жұмыс барысында бір аяқшаға 6 филамент орнатылады. Бірінші станок филаменты ножкиге запаивание дейді. Мінекей, бірінші ножкаларды саламыз. Ножкаларды көруге бола ма? Көруге болады, иә. Мынау лампочканың аяғы, иә? Аяғы, иә. Автоматически өзі кетіп баратыр мінекей. Мынау жерде, мына жерге келіп сым, анау основание дейміз ғой, основание. Мына жерге сым нетеді. Мінекей. Сымдарын бұрай ма бір-біріне? Жоқ, сымдарын бір-біріне жабыстырады. Припайка дейді ғой, припайка. Припайка мінекей. Кетіп баратыр. Основание істеп жатыр. Филаментке основание істеу керек қой, үлкен, кішкентай. Соны осы станок істейді. Келесі кезеңде филамент шамдармен дәнекерленген аяқшаларға шыны құлыбын кигізу үрдісі іске асады. Сондай-ақ филамент шамдар ұзақ уақыт жарамды болу үшін арнайы гель жағылады. Мінекей қойылады. Ана жерге колба енді салып жатыр ғой. Колба салып жатыр. Колба мен ножканы мінекей. Колба мен ножканы осы станок бір-біріне кесіп, мынаны кесіп жабыстырады. Жабыстырып керіп мына жерге. Мына жерден гель салады. Ішіне гель болу керек. Гель деген сонда не? Дайын мінекей. Ішінде уже гель присутствует ішінде. Үшінші кезең шыны құлыбымен жабыстырылған филаментке тоқ беру кезеңі. Бұл сатыда арнайы драйвер шамға дәнекерленіп, ленталары тағылады. Ең бірінші біз лампочканы тексереміз, жана ма, жанбай ма. Не көріп тұрғаныңыздай, барлығы жанып тұр. Одан кейін плюсын кесеміз. Келесі драйверді аламызды, кигіземіз. Олығымен пайканы алып пайыттаймыз. Пайыттап болғасын арты сымдарды кесеміз. Одан кейін тағы да тексереміз, жана ма, жанбай ма. Пайкадан кейін.
көріп тұрғаныңыздай бәрі жанады. Бұдан шыққан соң филамент шамдар бақылауға алынады. Мұнда өнім 3 сағат бойы тексерістен өтеді. Қолданысқа енуге қаншалықты дайын екендігі егжей-тегжейлі, әртүрлі жайғасымдарда бақылауға алынады. Мұнда шамның қанша уақытқа дейін қызмет атқаратындығын, сондай-ақ қаншалықты қуат қабылдай алатындығы қадағаланады. Данная линия, в принципе, позволяет в ускоренном темпе проверить. Бұл бөлімде өте жылдам уақытта филаментті шамның істен шығу мерзімі қашан болатындығына дейін анықтауға болады. Мұнда шамның жоғарғы кернеулі тоққа немесе төменгі кернеулі тоққа шыдай алатындығы да сынаққа алынады. Сапа бақылау мамандары бұл шамдарды 50 сағат жұмыс істей алады деген анықтама беруде. Яғни күніне 10 сағат жақсы дегенде 13 жыл қалтқысыз жұмыс істеп Иә, галогенді шам 1000 сағат, люминесцентті шам 6000 сағат істесе, жарық диодты өнімдердікі 50 000 сағатқа дейін жетеді. Сондай-ақ олар төмен вольтты аспап болғандықтан әлде қайда қауіпсіз. Законодателями МОД в этой области является Юго-Восточная Азия. Бұл салада оңтүстік шығыс Азия елдері кеңінен жұмыс атқаруда. Бұл Жапония, Таиланд, Қытай, Малайзия және тағы басқа елдер. Әсіресе Қытайда жарық диодты өнімдерін шығарушы кәсіпорындарға мемлекет тарапы барынша қолдау көрсетіп келеді. Өйткені электр қуатын үнемдеп пайдалану бұл мемлекет үшін аса қажет. Сондықтан біздің зауыттағы өнім шығаруға арналған негізгі техникалық құрылғылар оңтүстік шығыс Азиядан, яғни Тайвань, Гонконг, Малайзия, Қытай елдерінен әкелінген. Зауытта 30 жұмысшы бар. Бөлім санының көбеюіне байланысты жұмысшылар саны алдағы уақытта 70-ке жетпек. Қызметкерлердің орта жалақысы 150 000 теңгені құрайды. Өз кәсіптерінің қыр-сырын жетік меңгерген мұндағы жұмысшы қауым үшін филамент шамдарды құрып шығару сүйікті істеріне айналып кеткен. Работа отличная, потому что это сейчас новые инновации. Иә, маған қызметім ұнайды. Себебі біз жаңа инновациялық жобаларды әзірлеудеміз. Біздің зауыт электр қуатын үнемдейтін шамдар шығару арқылы мемлекетіміздің алға қойған жоспарларына жетуіне өз үлесін қосуда. Біз тұтынатын барлық энергияның 13-19% жарыққа тиесілі екен. Егер бір жылда пайдаланатын қуатымыз 80 миллиард киловатты құраса, бұл көрсеткіштің 15%-ға жуығын үнемдей аламыз. Филамент шам электр тоғын тікелей жарық сәулесіне айналдыратын құрылғы. Яғни қарапайым шамдағыдай емес. Мұнда тоқ еш ысырапсыз, түгелдей дерлік сәуленеді. Нәтижесінде энергия үнемделеді. Ал бұл жағдайда бұқара қауым, сондай-ақ ірі кәсіпорындар үшін маңызы зор. Өйткені электр қуатының үнемделуі электр құны үшін төленетін қаражаттың үнемделуіне алып келеді. Энергия үнемдеудегі байланысты ол бізге не береді? Ең баршы оларды тізбектеп береді. Мысалы, пайдалы әсер коэффициентін жоғарылату, оларды барынша тоқ көздерін үнемдеу, ода бізде шамдарды ауыстыру, тізбектеп берейін, әрнені шамдар ауыстыру болады. Және жаңа заманауи технологиялары бар. Ол жаңа қозғалтқыштар, электр қозғалтқыштар, сорғылар, компрессорлар, пайдалы әсер коэффициенті өте жоғары. Және де жаңа басқа мекемедегі ғимараттарда жаңағы автоматтандырылған жылу пунктін орнату. Және ол не береді бізге? Ол жаңа жылу энергиясын үнемдеу мақсатында автоматтандырылған елерді төмендету арқылы олар энергия үнемдейді және өзінің қаражаттарын да үнемдейді. Электр қуатын үнемдеуге шақырған жаңа инновациялық жүйелістер біздің қоғамдағы ғылым мен білімнің көші едәуір ілгері екендігін аңғартады. Ғылым мен білімнің шарықтау шегі ел әл-ауқатының бай қуатты болуына қызмет атқармақ. Ал бай қуатты болудың алғы шарты үнемдеуден басталса керек.